жекпе-жегі. Бұл жекпе-жек тарихта болмаған жекпе-жек. Америка жерінде Қазақстан! Қалалық мәдениет үйінің қызметкерлеріне құралған мереке Думан Әзіл-Сықақ отауы кәсіби театр деңгейінде өнер көрсетіп келеді. Отаудың басты ерекшелігі әр қойылымның сценарийін әртістердің өздері жазып, қоғамдағы өзекті мәселелерді әзіл тілмен жеткізуге тырысатындығында. Оны ұра, ол ұйықтай, больницаға жатады, тергеулі шетел азаматы, мамасы келіп маған арыз жазады, сосын мені айдай, 10 жылға қамай, мен пацандармен сөйлеспеймін, пожалуйста. Қара көзіне қара. Не болды? Шығармашылық ұжым бұл жола жекпе-жек, фитнес және құдаша қыз атты жаңа әзіл репертуарларын ұсынды. Әр көріністің астарында қоғамдағы түрлі әлеуметтік жағдайлар, отбасылық оқиғалар мен күлкілі сәттер әдемі үйлесім тапқан. Johnson's baby. Тоқтар, мынадай дәуекең білмей қалдым ба мен? Мен саған айттым ғой, суретін жібер деп маған, бірінші мен көрем, сосын барып шығам деп. Суретті жіберді өзіміз бе? Бойда көрем деп. Мынау суретінде картинг дейді ғой, мынау дәу мен төбелеспеймін ба мен? Бергеле тұрайын төбелесесің. Айта кетейік, әзіл отауының репертуарында саяси сарындағы қойылымдар да бар. Ұжым мүшелері олардың шығармашылық еркіндігіне ешқандай шектеу қойылмайтынын атап өтті. Биылғы көктемгі маусымдағы концертімізде жас буындарымыз біз енді фитнес туралы интермедиа халыққа ұсындық. Оның ішінде енді ерекше көзге түскен Нұрсұлтан есімді біздің жас актеріміз бар, Дулат Сағат есімді актерларымыз бар, Райымбек Рауан есімді актерларымыз бар, және де Гаухарана есімді актриса қызымыз бар. Сол барлығымыз енді жас буынның барлығы сол спорт залдағы жалпы қыз-келіншектер фитнеске көзқарастары қалай екен, сол жайында халыққа ұсындық. Театр құрамы осы Асқар Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет үйі қызметкерлерінен құрылған. Бұған дейін де дәл солайынан жалғасқан. Қазір жас буын өзіміз осы театрды қолға алып, әрмен қарай дамытып, жаңа бір белестерге шығарсақ деген үлкен бір ойымыз бар. Кеш соңында әртістер алдағы уақытта гастрольдік сапармен облыс аудандарына шығып, өңірдегі күлкі сүйер қауыммен жүздесетінін хабарлады. Ол Жаз Дәует, Айдос Исаев, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.